Сәлем достар, сіздермен физика пәнінен ОБТ-ға дайындығымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біз 5-ші нұсқаның 4-ші есебінен бастап талдаймыз. Алдымен 4-ші есептің берілгенін оқиын. Қаныққан будың абсолюттік температурасы 4 есе артса, бұл молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді депті. Берілгенін жазайық. 4-ші есептің. Яғни, бұл кезде температура абсолюттік 4 есе артқан. Осы жағдайда кинетикалық энергия қалай өзгереді депті. Кинетикалық энергиясы қалай өзгереді. Енді біз білеміз кинетикалық энергиясын молекулалардың 2-ден 3 КТ деген формамен есептейміз. К тұрақты шама тек қана тікелей температураға байланысты. Температура артты, демек бұл жердегі кинетикалық энергия да артады. Онда қарасаңыз, температура бізде 4 есе артса, демек бұған сәйкес оның кинетикалық энергиясы да 4 есе артады деген сөз. Мысалға, орнына қойып көрсек, кинетикалық энергия бір қарастырсақ, ол не болады? 2-ден 3 КТ 1 болады. Ал кинетикалық энергия 2-ден 3 КТ2. Енді Т2-міз 4 еселенген Т1-ге тең, 2-ден 3 К көбейтілген 4 еселенген Т1. Енді қарап отырсақ, мына үшеуінің көбейтіндісі, яғни 2-ден 3 К и Т1. Бұл неге тең болып тұр? Бастапқы кинетикалық энергияға тең болып тұр. Онда 4 пен бұл кинетикалық энергияның біріншісінің көбейтіндісі деген сөз. Демек, кинетикалық энергия 2, 4 еселенген кинетикалық энергия 1. Яғни, температура 4 есе артса, сәйкесінше кинетикалық энергия да 4 есе артады екен. Енді келесі 5-ші есептің берілгенін оқиын. 5-ші есеп теориялық тапсырма екен. Жылу қозғалтқыштарына жатпайтыны дейді. А. Газ турбиналары, В. Іштен жанатын қозғалтқыш, С. Реактивті қозғалтқыштар, Д. Электр қозғалтқыштары, Бу турбиналар дейді. Қарап отырсаңыздар, жылу қозғалтқышына жатпайтын деп тұр. Д жауапқа қарасаңыз, электр қозғалтқышы деп тұр. Демек, электр энергиясын пайдалану арқылы қозғалатын қозғалтқыш болса, бұл әрине жылу қозғалтқышына жатпайды. Сондықтан Д жауапты дұрыс деп талдаймыз. Келесі 6-шы есеп. Енді 6-шы есепті талдайық, алдымен берілгенін оқиын. Жылу машинасы бір циклде 100 жол жұмыс атқарып, тоңазытқышқа 400 жол жылу берсе, оның пәкі қандай дейді. Енді қараңыздар, ол 100 жол жұмыс жасайды екен. Және бұл жерде тоңазытқышқа 400 жол жылу береді екен. Яғни Q2-міз 400 жол екен. Сол кезде біз осының пәкін есептеуіміз керек екен. Яғни, осы жылу қозғалтқышының пайдалы әсер коэффициенті қанша? Енді, пәктің формасын баласыздар білесіздер. Пәк, ол пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасына тең. А пайдалы, бөлеміз А толық, көбейтеміз 100%. Ал бұл жердегі А пайдалы жұмыс атқарып отырған, ол 100 жол деп беріліп тұр бізде. Енді, ол неге тең? Негізі, А пайдалымыз ол барлық қыздырғыштан алған жылудың тоңазытқышқа берген жылудан айырымына тең. Енді, толық жұмыс бұл жердегі, ол қыздырғыштан алған жалпы жылуға тең. Яғни, бұл жердегі А толық жұмысымыз, ол қозғалтқыштың жаңағы қыздырғыштан алған жылуы, ол яғни Q1-ге тең. Енді бізде Q1 белгісіз, бірақ пайдалыны тауып, сол арқылы біз Q1-ді есептесек болады. Сонда Q1-ді есептейтін болсақ, біз ол неге тең болады? А пайдалыға қосамыз Q2-ні. Демек, А пайдалы бізде беріліп тұр, ол қанша? 100 жол. Қосамыз 400 жол болады. Тең 500 жол. Яғни қыздырғыштан бұл жылу машинасы 500 жол жылу алды деген сөз. Енді бізде толық жұмыс бар,
және пайдалы жұмыс бар. Демек, пакты есептей аламыз. Пакты есептейтін болсақ, 100 джоул бөлеміз 500 джоулға және көбейтеміз 100%-ға. Сонда 100-ді 500-ге бөлсек, 0,2, оны 100-бен көбейтсек, демек 20% шығады. Яғни бұл машинаның пайдалы әсер коэффициенті 20%-ға тең екен. Енді келесі сұрағымыз бізде теориялық сұрақ екен. 7-ші тапсырма. Электр тоғын өткізбейтін заттар дейді. Электролиттер, бұлар өткізеді, я иондалған газдар өткізеді. Диэлектриктер деп тұр. Диэлектрик пен өткізгіштер бір-біріне қарама-қарсы физикада. Яғни электр тоғы мүлде өткізбейді. Д металдар өте жақсы өткізеді. Е қыздырылған жартылай өткізгіштер. Әрине, ол да өткізеді. Демек, С жауабы дұрыс. Балалар, бүгінгі талдаған есептер сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі біз 8-ші есептен бастап талдайтын боламыз. Сау болыңыздар.